Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледждің география пәнінің оқытушысы Сәпиев Біржан Кәрімұлы боламын. Бүгін біздің кезекті өтетін сабағымыз табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары деп аталады. Бүгінгі біздің сабағымызға қажетті ресурстар бұл 10 сыныптың география оқулығы, автор Каймулдинова, оны сіздер білесіздер. Одан соң 10 сыныпқа арналған атлас және кескін карта. Қажетінше бізде глобус және Қазақстанның физикалық картасы. Бүгінгі тақырыптан бізге тиісті білімді меңгеру мақсаттарымыз табиғатты тиімді пайдалану қағидаттарын анықтау. Екінші, зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық мониторинг әдістерін қолдану. Табиғатты пайдалану түрлерінің тиімділігін арттыру жөнінде өзіміздің ұсыныстарымызды әзірлеу. Ол үшін біздер ең бірінші өзіміздің тобымызды 3 шағын топқа бөлейік. Бірінші топты біздер эколог деп атайық, екінші топты табиғат және үшінші топты ресурс деп атайық. Яғни бүгінгі жаңағы сабағымыздың тақырыбына сәйкесті. Ендеше бірінші ойланып көрелік. Бір зат бар дүниеде, құшағы кең, ұшқан құс жүгірген аң бәріне тең. Адамзат жан жануар арасында мәңгілік өсіп өніп өмір сүрген. Бұл не екен кішкене? Бір секунд ойлана қояйық. Әрине ол табиғат, әрине ол жер. Бұл сіздерге таныс жер шарының шағын моделі глобус. Ендеше біз қазақтың мынау нақыл сөздеріне қарай бетбұрыс жасайық. Құстардың ұясын құмырсқаның илеуіміз бар. Аққуды атпа, жалғыз ағашты кеспе, суға түкірме деген халықтық қағидаттардан біз не ұғамыз? Қалай ойлайсыңдар? Әңгіме не туралы болуы мүмкін? Әрине табиғат. Табиғат бұл адамзат қоғамының өмір сүру және іс-әрекетінің қайнар көзі. Негізгі өндіріс, шаруашылық, адамның бар қажеттіліктерін, яғни материалдық қажеттіліктерін барлығында өтейтін осы табиғат. Біз табиғатты сан миллиондаған жылдар бойы пайдаланып келе жатырмыз, әлі пайдаланудамыз. Қазіргі қоғамның ең басты даму көрсеткіштері де осы табиғат компоненттеріне байланысты. Табиғаттың өз заңы бар дейді. Мынау Америка Құрама Штаттарының экологы Коммонерлің жаңағы экологиясының негізгі заңдарына сүйеніп көрейік. Бірінші, барлығымен байланысты дейді. Бұл нені білдіреді? Әрине, табиғат компоненттері, яғни табиғаттың әрбір мүшесі бір-бірімен етене байланысты. Олардың арасындағы заңдылық бұзылды деген сөз, онда табиғатқа өлшеусіз зиян келді деген. Екінші, барлығы әйтеуір бір жаққа кетуі керек дейді. Бұл не деген сөз? Табиғатта еш уақытта да жаңағы жаратылыстың өзінде артық нәрсе жоқ деген сөз. Келгеннен кейін табиғат ол мысалға ағаш па, ол өсімдік пе, ол жануар ма? Бұлардың барлығы да кейін қарай жаңағы табиғатта үлкен айналым бар. Мысалға өсімдіктердің, жануарлардың қалдықтары топырақта үлкен минералдарға айналып, артынан органикалық қосылыстарға кетеді. Міне осыны меңзеп тұр. Табиғат ненің жақсы екенін біледі дейді. Табиғатта қай уақытта да адамзаттың немесе адамның өзінің жанашыр көзқарасы болмаса, онда табиғаттың да адамға берері шамалы. Сол себепті мана біз ең бірінші басында жаңағы халықтық қағидаттардан бастадық қой. Қазақ халқының өзінің табиғи ортаға деген жанашырлық көзқарасының дәлелі оның неше түрлі ырым тиымдары. Міне солардың өзі міне табиғатқа қаншалықты адамның көзқарасы түзу болады, соған байланысты табиғаттың берері мол деген сөз. Төртіншіден, еш нәрсе тегін берілмейді дейді. Әрине бұл қағидатты біз өте жақсы түсінуіміз керек. Әлемде тегіннен ештеңе жоқ деген сөз. Жаратылыстың өзінің әр мүшесінің сұрауы бар деген сөз. Судың да сұрауы бар деген нақыл сөз біздің дана халқымыздан қалса керек. Міне осының барлығын біздер жақсы түсінсек, дұрыс ұғынсақ, онда біздің
табиғатқа деген көзқарасымыздың түзулігі болып естіледі. Ойланып көрелік. Мына жерде жаңағы құтқару белгісі сос тұр. Бұл дүние жүзінде табиғи орта тепе-теңдігінің бұзылу салдарын көрсетеді. Ал ол бір күннің ішінде қаншалықты дәрежеде көрсеткіштерге ие екенін. Халықтың 20% аллергия ауруына шалдығады. Бір күннің ішінде 25 мың адам лас суды пайдалану нәтижесінде қайтыс болады. 35% қоршаған ортаның ластану нәтижесінде жүйелі түрде әртүрлі ауруларға ұшырайды екен. Күн сайын адамның тиімсіз жұмысының салдарынан 44 гектар жер жарамсыз болып қалуда. Күн сайын жануарлар мен өсімдіктердің бір түрі жойылып отырады дейді. Ал күн сайын 40 мыңнан астам бала аштықтан өледі. Немесе оттек қоры 10 миллиард тоннаға, немесе 20 миллион гектарға жуық суармалы жер пайдаспай қалады екен. Бұның өзі қазіргі таңда адамзат баласын қатты ойландыруы тиіс басты экологиялық мәселе екен. Енді осы экологиялық ортаны арнайы метеостанцияларда немесе арнайы бақылау бекеттерінде мониторингтер жүргізу арқылы әр қаланың, әр облыстың, елдің жаңағы экологиялық жағдайы бақыланып отырады екен. Бұл қоршаған ортаны бақылау мониторингі. Бұны егерде төменнен бастайтын болсақ, аймақтық мониторингтен басталады. Аймақтық мониторинг дегеніміз жергілікті жерге байланысты. Яғни Қазақстанның белгілі бір аймағы, мысалға белгілі бір аймағы, немесе Қазақстан, немесе екінші геоэкологиялық мониторинг. Бұл жаңағы жер бетіндегі, жалпы жер бедеріндегі, әлемдегі үлкен экологиялық бақылау. Биоэкологиялық мониторинг бұл жануарлар, өсімдіктер, яғни тіршілік иелеріне қатысты мониторинг. Биосфера сіздерге белгілі жердің тіршілік қабаты. Бұл қабат барлық тіршілік әлемін қамтиды. Сол себепті бұл ең үлкен мониторингтің түрі. Яғни бұған бақылау жүргізу дүниежүзілік шеңберде өтеді екен. Ендеше біз басында топқа бөліндік. Осы біз аталған мониторингтер бойынша жұмыс жасап көрелік. Бірінші эколог тобына биосфералық мониторинг бойынша Ақсай қаласының атмосферасының ластану деңгейін анықтау. Екінші табиғат тобына биоэкологиялық мониторинг, теңіз мұнай кен орнының табиғи орта жағдайына, оның адам денсаулығына әсері тұрғысынан бақылау жүргізіп көреміз. Үшінші ресурс тобы Жайық өзенінің табиғи экожүйелеріндегі өзгерістерді бақылау дейді. Әрине біздер мұны былай қарасақ аймақтық жаңағы мониторингке жатқызуға болады. Яғни республиканың батыс аймағының мониторинг істеп алайық. Ендеше біз қазір жұмысымызға кірісейік. Яғни бірінші топ Ақсай қаласы, солай ғой бұны. Артадан Ақсай қаласын табамыз. Бірінші, екінші топ қарай, міне теңіз мұнай кеніші бұл Атырауда, яғни Құлсары қаласының маңы. Үшінші бізде Жайық өзені. Жайық өзені сіздерге белгілі. Мынау Ресейдің Жамантауынан басталып, Орал тауларынан бүкіл Қазақстанның мына екі үлкен облысын, Батыс Қазақстан және Атырауды кесіп отырып, мынау Каспий теңізіне құятындығын сіздер жақсы білесіздер. Оның ірі саласының бірі Елек, Ақтөбе қаласының тұсынан мына біздің жаңағы Жайыққа келіп құяды екен. Міне Жайық деп олайды, өзенді. Ең басты нәрсе біздер жаңағы бұнда қосымша ақпарат көздеріне, ғаламторға сүйенеміз. Осыған байланысты өзіміздің қорытындымызды жасайды екенбіз. Ендеше зерттеу жұмысымыздың қорытындысы мынандай болған екен. Ақсай қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің мониторингтік бақылау қорытындысы деректері бойынша қаланың атмосфералық ауасы жалпы ластану деңгейі орташа болып бағаланды. Жалпы қала бойынша ластанушы заттардың орташа айлық шоғырлану тиісті мөлшерден аспайды екен. Бірақ атмосфералық ауада күкірт диоксиді, көміртек оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, аммиак
көмірсутегісінің сомасы және метанның шоғырланғаны байқалады. Яғни Ақсай қаласының өзінде атмосфераның экологиясында алаңдарлық жағдай бар деген сөз. Екінші топта мысалға бізде міне Құлсары метеостанциясының маңында жүргізілген мониторингті бақылау нәтижесі дейді. Бұнда қалқыма бөлшектер, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, озон, күкіртсутегі, 100% аммиак, формальдегиді, көмірсутегісінің сомасы, метан мөлшері шамадан тыс екен. Себебі бұл жерде сіздерге белгілі көмірсутектерді өндірудің ірі кеніші орналасқан. Сол себепті де. Ал үшінші бұл Жайық өзенінің жаңағы жағдайы қандай екен. Яғни негізгі иондар магний шекті жол берілген шоғырдан асуы байқалады дейді. Батыс Қазақстан облысы аумағында Жайық өзенінің су сапасы нормативті таза деңгейде. Жайықтың ірі саласы Елек өзенінде Ақтөбе хром қоспалар зауытының өндіріс қалдықтары тигізіп жатқан зардап салдарынан 6 валентті хроммен ластануының жарты ғасырдан асты дейді. 2018 жылы экологтар Жайық өзеніндегі су деңгейі рекорд аз көрсеткішке жеткенін айтып, дабыл қаққан. Әрине, Жайықтың мәселесі қазіргі таңда бүкіл жаңағы тек қана біздің еліміз емес, бүкіл Еуропаны алаңдатып отырған мәселе. Себебі Еуропаның үшінші өзені Жайық екені бізге белгілі. Ал Жайықтың қазіргі жағдайы өте былай қарағанда көзге жас алатындай жағдайға келтіріп отыр. Судың тереңдігі, судың таяздығы, су мөлшерінің өте аздығы мынау Жайықтың жоғары бөлігіндегі Ресей су қоймаларына байланысты болып отыр. Келесі жұмысымызға көшейік онда. Бұл жалпы топқа арналып отыр. Яғни тірек сөздер. Міне. Осы тірек сөздеріміз бойынша мынау көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып біздер мынау шағын географиялық диктантымызды жаңағы жүзеге асырады екенбіз. Өзімізді тексеріп көрейік онда өте дұрыс орындаған сияқтымыз. Адамның тағдыры табиғатқа байланған. Табиғат болмаса адам өмір сүре алмағымыз. Таза ауа мен шипалы су, норма мен асқар тауы жоқ мекеннің қадірі аз. Ағашы оталып, суы тартылған табиғаттың адамзат үшін берері де жоқ. Ал берері жоқ табиғатта адам қалай тіршілік кешпек? Судың да сұрауы бар емес пе? Бұл жерде бізде көп нүктенің орнында қажетті сөз әрине табиғат екендігін сіздер өте жақсы түсінген сияқтысыздар. Енді мынау қоршаған ортаны қорғаудың негізгі қағидаттары нелер екен? Қолайлы қоршаған ортаға тұрақты дамуға адам құқығының басымдылық қағидаты. Адамдардың табиғатпен үйлесімділікте салауатты өмір сүре білуі дейді. Әрине, біздің өзіміздің экологиялық көзқарасымыз деген сөз. Екіншіден, мемлекеттің жаңа қоршаған орта саласындағы тиісті заң актілері. Әрбір мемлекет өзі мекен етіп отырған жаңағы жерге байланысты, суға байланысты, ауаға байланысты, жалпы биологиялық жан-жануарлар өсімдіктер дүниесіне байланысты түрліше дәрежеде заңдылықтар, заң актілерін қабылдайды. Бұл әртүрлі жаңағы шектеулер қабылданады. Яғни адамның зиянды әсері, жаңағы оның шаруашылық әсерін болдырмау үшін. Әрбір адамның қоршаған ортаны қорғау ісіне қатысу қағидаты дейді. Әрине біз әрқайсымыз егер де атсалыспасақ, өзіміздің ішкі түйсігімізде сол табиғатқа деген жанашырлық көзқарас болмаса, атадан балаға, яғни өз ұрпағымызға табиғи ортаны қалайша қорғау керек, немесе сақтау керек, онымен қалай қарым-қатынас жасау керек екенін біз жаңағы түсіндіріп отырмасақ, өз ісімізбен дәлелдеп көрсетіп отырмасақ, онда оның барлығы бос сөз болады. Енді қоршаған ортаны қорғаудың жауаптылық қағидаты дейді. Бұл тек қана жеке адамға емес, жалпы өндіріс орнынан шаруашылыққа, яғни кәсіпке, немесе жеке адамға қатысты қағидат. Табиғи ортаны пайдаланудағы басымдылық қағидаты, яғни табиғатта ешбір басында айтып кеттік, артық нәрсе жоқ. Сол себепті ысырапқа жол бермеу керек. Және тиісті қорғалуы тиіс. Ол үшін Қазақстанда міне Қазақстанның қызыл кітабы бар. Ол
біздің елімізде құруға айналған немесе өте сиреп кеткен түр құрамына байланысты жан жануарлар мен өсімдіктерді қорғау жөніндегі. Қоршаған ортаға қатысты мәселе бойынша халықтың хабардар болуы, яғни экологиялық қызметі болып есептеледі. Қоршаған ортаны ластаудың және табиғатқа өзге де зиян әсер етудің алдын алу қағидаты. Бұл сіздерге түсінікті болса керек. Енді құқықтық қағида бұл заң немесе актілерді қамтиды. Енді қоршаған ортаны қорғау саласында тығыз халықаралық ынтымақтастық. Әрине, Қазақстан мынау ЮНЕСКО көлемінде немесе әлемдік дәрежеде дүниежүзілік табиғат қорғау ұйымына мүше. 1997 15 жылда қабылданған қоршаған ортаны қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы табиғат құрылысында басты заң болып табылатындығын мен сіздерге ескерте кеткім келеді. Енді біз мына бір мәселені жадымызға, я болмаса дәптерімізге түртіп алайық. Зерттеу мәліметтері бойынша антропогендік әсерден атмосфераға жыл сайын 25,5 миллиард тонна көміртегі тотықтары, 190 миллион тонна күкірт тотығы, 65 миллион тонна азот тотығы, 1,4 миллион тонна хлорлы, фторлы көміртектер, көмірсутектің қорғасының органикалық қосылыстары, сондай-ақ қатерлі ісігін тудыратын канцерогенді заттар бөлінеді дейді. Ең таза ауа мұхитта көрінеді. Ауылдық жерлерде ауа құрамындағы шаңның қоспалары мұхит бетімен салыстырғанда 10 есе, ал шағын қалаларда 35 есе, үлкен қалалар үстінде тұманда мұнда шаңды қоспалар мұхитмен салыстырғанда 200 еседен аса көп дейді. Бұндай мысалға өте Қазақстанда да бар. Мысал келтіре кетуге болады. Мынау өндірісті өнеркәсіпті Өскемен қаласы мысалға. Өндірісті өнеркәсіпті Өскемен қаласы. Я болмаса өндіріс орындарымен немесе автомобильдің жаңағы улы қоспаларымен уланып отырған Алматы қаласы. Қазіргі таңда еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласында да осы жаңағы жағдай қалыптасып келе жатыр. Ал бұның өзі қазіргі таңда үлкен алаңдарлық мәселе болса керек. Енді тұжырымдап көрейік барлығымыз. Табиғи ортаны пайдалану қағидаттары дегеніміздің өзі бізді неге меңзеді? Болашақ ұрпақ мүддесі үшін қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін анықтайды екен. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді екен. Адамның шаруашылық және өзге қызметінің табиғи экологиялық жүйеге зиянды әсерінің алдын алады екен. Биологиялық әртүрлілікті сақтаумен табиғатты тиімді пайдалануды ұйымдастыра біледі екен. Яғни табиғатты қорғау жаңағы қоршаған ортаны пайдалану қағидаттары осы мәселелермен шұғылданатындығына біз көзіміз жеткен сияқты. Енді сабағымыздың қорытындысында не айтуға болады? Қоршаған ортаны қорғау мен адамның өмір сүру үшін қолайлы жағдай туғызу демократиялық қоғамның басты мақсаты болуы тиіс. Себебі мынау адамдардың денсаулығын, жалпы елдің экологиялық хал ахуалы бұл мемлекеттің күнделікті мәселесіне айналуы тиіс дейді. Біріншіден, жекеленген өндіріс орындарын өнеркәсіптерді агроэкологиялық кешендерді игеруде қазіргі заманғы озық технологиялар пайдалануға тиістіміз. Екіншіден, экологиялық заңдардың орындалуы үнемі қадағалануы тиіс. Ірі құрылыстарды өнеркәсіп кешенде объектілерін салуда экологиялық сараптама дұрыс болу керек. Табиғи биоценоздарды сақтап қалу үшін қорықтар, қорық-қорлар, ұлттық саябақтар, табиғи сез тағы басқаларды ұйымдастыру керек дейді. Бұл жөнінде біздің Қазақстанда қолға алынып жатқан шаралар баршылық. Енді табиғат қорғау мәселелері бойынша халықаралық, мемлекеттік деңгейлерде ғылыми-практикалық симпозиумдар ұйымдастыру керек. Бұл да жаңағы экологиялық мәселелердің туындап отырған алдын алуға үлкен септігін тигізетін ғылыми жұмыстар. Көпшілікке үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие беру, экологиялық әдеп пен мәдениетті қалыптастыру дейді. Экологиялық әдеп, экологиялық мәдениет бұл біздің халқымыздың ежелден қанында бар нәрсе. Себебі біз еш уақытта да табиғи ортаға жаңағы зиян келтіруге жол бермеген халықпыз.
бір тал кессең 10 тал ек деген қағиданың өзін алып қарайықшы. Ықылым заманнан бері қарай қазақ халқы табиғатқа деген өзінің көзқарасын осынысымен де білдіріп тұрған жоқ па. Енді бүгінгі сабағымызда жалпы қандай жаңа ақпарат алдық? Сабақта ең қызықты не болды? Қиындық тудыртқан қандай мәселелер болды? Сабағымыздың соңында үйге тапсырмалайық. Бірінші, өзің тұратын аймақта табиғаттың тепе-теңдігін бұзбау үшін қандай қағидаттарды сақтау керек? Яғни, өзің тұратын аудан, ауыл немесе қала. Қосымша материалды қолдана отырып, Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғаудың негізгі шарттарымен танысып шығыңыздар. Үшіншіден, кескін картаға, яғни баламалы энергия көздерін қолданатын елдерді түсіріп, шартты белгілермен қандай баламалы энергия көздерін қолданатын көрсетіңіздер. Кескін картаға баламалы энергия көздерін қолданатын елдерді түсіріп, шартты белгілермен қандай баламалы энергия көздерін қолданатын көрсетіңіздер. Яғни, әлем бізден бұрын, бұдан да 50 жыл бұрын баламалы энергия көздерін қолдануға көшті. Бұның өзі табиғи ортаны 10% болса да қайтадан қалпына келтіруге септігін тигізді. Айта кетейік, Европаның көптеген елдері, Азияның дамыған елдері немесе Америка Құрама Штаттарында баламалы энергия көздерінен ерекше көзқарас қалыптасқан. Біздерде де қазіргі уақытта бұл бағытта жұмыс жасап жатқанымыз белгілі. Ендеше студенттер, үй тапсырмасы бізге түсінікті болатын болса, онда қош сау болыңыздар.